барлығының рөлі алмасып кетті. Ешкім артта емес, бәрі алда, бәрі тең. Әкелер, ерлер, еркектер көбіне былай айтқанда диктатура орнатты. Аналарымыз хан болды, ханша болды, ел басқарды, әулие болды. Тіпті ұрудың басында жүр. Әлеуметтік жағдайымыз әкелердің рөлін әбден төменге түсірді. Ғасырға тасталған үрдіс, соған еліктеу, соған бағындырылып, жер бетінің барлығын сонымен айдап жүргізу деген бір үлкен бір геосаяси, болмаса жалпы жер бетілік адамзаттық сондай жасанды саясат. Әкелер, еркектердің бәрі қолында жұмыс болмай қалды, жұмыссыз. Міне қадірсіздік содан басталды. Бала кезінде әкесі өй деген екен, бүй деген екен, тайт деген екен, қапшымен сабаған екен, сол өмір бойы мына жерінде қалып қойған екен. Кембағал болған, комплекс бар, травма, жарақаты бар, жаны жаралы, өмір бойы бітпейтін жара. Ол қандай адам? Тәрбие деген ол қақпайлау емес, тәрбие деген ол ұрып соғу емес, тәрбие деген мына гүлді құнарлы топыраққа отырғызып, суарып жақсылап өсіресің, сол сияқты нәрсе. Армысыз, құрметті Ұждан арнасының көрермені, мен Назерке Әбсаттар. Бүгін біздің кезекті қонағымыз әкелер алаңында белгілі қоғам қайраткері, мәдениеттанушы, тарихшы Серік Әбдірешұлы Ерғали. Бүгін біз осы қоғамдағы қазақ тарихындағы әкелердің рөлі, абыройы, олардың әке мен баланың арасында қарым-қатынасы туралы сөйлеспекпіз. Серік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Қазақ халқында бұрынғы әкелердің тәрбиесі қазіргі заманға сәйкес келе ме? Ең бірінші сұрақ. Өйткені, мысалы, бұрынғы заманда аналарымыз әкелер үйге келген кезде балаларға мысалға тыныш отырыңдар, әкелерің келе жатыр деп бір ауыз сөзбен тәрбиелеген. Ал қазіргі таңда бұндай тәрбие абьюзерлік тәрбиеге жатады. Сондай көзқарас қалыптасты. Жалпы бүгінгі қазақ отбасында әке қандай рөл атқару керек? Енді әке рөлі қай кезде де, қай заманда да ол маңызды болған, маңызды болып қалу керек. Енді жаңағы сұрақта жауап бермес бұрын, жалпы әкені қарастырмақсыз бұрын, ананы да ұмытпау керек. Өйткені әке мен шеше ол екі полюс болғанмен, олардың ортасынан бала шаға өсіп өнеді. Егер оның бір жағы дұрыс болмаса, онда жалпы баланың тәрбиесі де бір жақты болып шығады. Жалпы бұның философиялық бір ғаламдық деңгейдегі мәні бар. Аталық, аналық негіз деген бар. Оның аталық энергия, аналық энергия деген бар. Оның бәрі жайдан жай емес. Мысалға Қытайларда, Жапондарда инь-ян деген түсінік бар. Ол түсінікке қазақта да болған, ұмытылған. Бірақ біз ондай түсінікпен, философиямен емес, басымызды қатырмай-ақ, біздің халық оны өмірге енгізіп, айналдырып жіберген, соны іске асырып жіберген. Сондықтан, мысалға, былай қарайтын болсақ, бізде мынау киіз үй бар ғой. Киіз үй ол ғаламның моделі болатын болса, оның шаңырағы әке, аталық негіз. Дәл соның астында қазан тұрады, болмаса дастархан тұрады. Дөңгелек үстел. Ол аналық негіз. Одан басқа біздің тарихымызда күлтегін ескерткішінде бар, басқа да жазбаларда, әдеби халықтық фольклорлық туындыларда мынау аспан мен жер жаратылғанда дейді, ортасынан адамзат баласы біз өсіп өндік деп келтіреді. Бұндағы аспан деген әке, жер деген ана. Оны бізде бұлай бейімдеп айтқанда Тәңірді әке көреді, жерді ұмай-ана дейді. Яғни Тәңірсіз ұмай-ана жер өз бола ала ма? Ол өсіп өне ма жерден? Ұрпақ болсын, мақұлықтар болсын өсіп өнбейді. Яғни жаңағы қуат айтылған, аталық, аналық қуат. Екеуінің арасынан бала өрбейді. Сол сияқты тәрбие де солай. Сол сияқты бұл нәрсе ешбір заман талғамайды. Ол баяғы көшпелі кезде ма, оның алдында болды ма, қазір ма, барлығы бәрібір осы қарым-қатынас сақталу керек.
Енді заман қазіргі кезде мынау құқықты әсіре паш етіп жіберді. Біздің халқымыздың дәстүрінде, салтында тең құқық емес, үйлесім құқығы болған. Үйлесім құқығы қазір біздің халыққа емес, жалпы адамзатқа қажет болып отыр. Біз құқық деп қазір итті де, құсты да, баланы да, шағанды бәрін тең көрдік та, оның барлығы бастаушының рөлінде кетіп қалды. Ал қостаушы қайда? Сондықтан барлығының рөлі алмасып кетті. Ешкім артта емес, бәрі алда, бәрі тең. Олай болмау керек. Әрқайсының өзіне тән құқығы бар, үйлесімді қуат, үйлесімді энергия, үйлесімді құқық, үйлесімді тәрбие болу керек еді. Әр заманның өзінің көйгөйі бар, әр дәуірдің өзінің осыған сәйкес реттеп отыратын реттеуіштері болды. Көшпелі дәуірде негізінен енді ол бұлай патриархалдық заман болды. Әкелер, ерлер, еркектер көбіне бұлай айтқанда диктатура орнатты. Бірақ көшпелі қоғамда оған қарап әйелдер, әйел тектілер, әйел заттар сорлы болды деп айта алмайсыз. Мысалға, бізден талай аналарымыз хан болды, ханша болды, ел басқарды, әулие болды, тіпті ұрудың басында жүр. Білесіз ғой? Кейбір рулар әйелдердің атымен аталған. Мысалға, үлкен біздің Найман руының барғы басы Адай, мысалға, ханбикеден тарайды. Сондықтан бұның барлығы жалпы бір сол ғасырға тасталған үрдіс, соған еліктеу, соған бағындырылып, жер бетінің барлығын сонымен айдап жүргізу деген бір үлкен бір геосаяси, болмаса жалпы жер бетілік адамзаттық сондай жасанды саясат бар деп есептеймін. Соған байланысты, оған қоса экономика, әлеуметтік жағдайымыз әкелердің рөлін әбден төменге түсірді, плинтустан төмендетіп жіберді. Біздің тарихымызда бергі тарихты алайық. Совет одағына бері қарай ғана білеміз, әр жағын көп білмейміз. Әр жағында енді біз Абай жолы сияқты үлкен-үлкен туындылардан тани аламыз, қандай болған. Соның өзінде, мысалға, кешегі Әбілқайыр ханның Бопай деген ханшасы ел басқарған, қандай несі болған. Сол сияқты Абайдың анасы болсын, оның әйелдері болсын, барлығы өз орнында болған. Яғни үйлесімде болған, үндесімде болған. Ал Совет одағы ыдырағаннан кейін, Совет одағында да осы баланс негізінен сақталды. Жаңа өзің айтқандай, бастағандай, енді ол кезде қазақ халқы негізінен аграрлық ауыл шаруашылығында өмір сүрді. Бізді қалаға жолатқан жоқ қазақ халқын. Қалаға жақын кіргендері 15-20% барлығы орыстана бастады. Оларда да жаңағы баланс дегенмен өзгере бастады. Ауылдық жерде ол консерваторлық, көп нәрсе баяу өзгереді. Ауылдық жерде тәрбиеміз сақталды, дәстүр сақталды. Тіпті сол ауылдың арқасында бізді резервацияға ұстады Совет үкіметі, қазақ халқын қалаға жолатпай, индустрияға жолатпай. Өйткені қорықты қазақ халқынан. Егер жолатқан болса, онда Совет одағы ертерек ыдырап кетуі мүмкін беді. Сол кезде біздің әке-шешеміз механизатор болды, менің әкем қойшы болды, шопан. Күні таңның атысы, күннің батысы мал бақты. Сол кезде енді үйдің асыраушысы жалғыз әкең болса, оны енді анаң соны аялауды саған айтпаса, баланс үзіледі ғой, үйлесім кетеді ғой. Сол бір сөзбен үйлесімді ұстап отырды. Және оның шаршап келетін, тоңып келетін, немесе ыстықта күйіп келетін, сен бала болсаң да сезінесің, бәрібір сол атмосфераға кірдің, бағындың, соны ұстадың. Бұл енді объективтік жағдай.
Ал 90 жылдардан бері қарай совет үкіметі ыдырап, социалистік жаңағы экономика ыдырағаннан кейін жабайы капитализм кіре бастаған кезде, базар экономикасы алдымыздан шыққан кезде, әкелер, еркектердің бәрі қолында жұмыс болмай қалды, жұмыссыз. Міне қадірсіздік содан басталды. Аналар, әйелдер бүкіл елді асырады. Әр еркек болды, әр әйел болды. Осындай кезде әйелдердің рөлі артты. Содан кейін батыстан тең құқықты, тең правалы жаңағы идеология кірді, феминизм кірді. Осының барлығы біздің ішкі бұрынғы ұйып тұрған ұйытқымыздың бәрін ірітті, ыдыратты. Содан кейін бір ұрпақ, 30 жыл бойғы ұрпақ, қазір мүлдем басқа таныммен, мүлдем басқа тәрбиемен, бұрын әке-шеше тәрбиелейтін болса, бұрын негізінен үйде баланы аналар қақпайлап тәрбиелеп отырады да, әкенің рухы, әкенің энергиясы, әкенің қасқабағы негізгі жаңағы ұстын болады. Ал қазір әке баласына не деп, әй деп айтады, табыс таба алмай қалса, мысалға жұмыссыз болса, оның үстіне жаңағы бала барлық идеологияны экраннан көріп отырса, интернеттен көріп отырса, тең құқық екен, балаға әйдеуге болмайды екен деген, яғни тәрбиеге кереғар, жалған тең құқықты идеология басып кетті. Үйлесімді бұзды. Тәрбие ешқашан бір жақты болмайды. Тәрбие деген жан жақты болады, ол үйлесімде болады. Оған әке де, шеше де үлесін қосады. Ата, әже де үлесін қосады. Біздің қазақтың дәстүрінде тәрбие өте күрделі. Біздің қазақтың дәстүрінде жанұя емес баланың тәрбиесінде, бұрын ертеректегі тәрбиеде. Жеті атаға кіретін ағайын тума қауымның барлығы бірігіп тәрбиелеген. Сол атаға кіретін балалардың барлығы бүкіл қауымның жеті аталықтың тәрбиесінде болған. Мысалға, менің балам тәртіпсіз болып жатса, менің інім болсын, немере ағам болсын, тәйт дейді ана балаға, қарамайды. Менің көңіліме тиді деп қарамайды. Яғни жалпы ортақ ұжымдық тәрбие болды. Қазіргі психология айтатындай жаңағы жеке шекара деп, болмаса баласында бала кезінде әкесі өй деген екен, бүй деген екен, тайт деген екен, қапшымен сабаған екен, сол өмір бойы жерінде қалып қойған екен, кембағал болған, комплекс бар, травма, жарақаты бар, жаны жаралы, өмір бойы бітпейтін жара. Ол қандай адам, ол өз алдында қалай жеке дара дами алады ондай жағдайда. Ондай рас болатын болса. Мыңдаған ғасыр бойы адамдар сол комплекспен келді ме, ал енді ондай жоқ Европа. Қазір қандай деңгейде? Әкесі бөлек, шешесі бөлек жүр, баласы бөлек жүр, ешкімге әй демейді, қой демейді, әже жоқ, қожа жоқ. Олар бізден қай жері артық болып кетті. Мен артық бала өсіп кеткенін көрген жоқпын. Иә, жігерді алдыға салады. Қазіргі біздің балаларымыз да сондай. Алға ұмтылады. Бірақ та тәрбие деген ол қақпайлау емес, тәрбие деген ол ұрып соғу емес, тәрбие деген мына гүлді құнарлы топыраққа отырғызып, суарып, жақсылап өсіресің, сол сияқты нәрсе. Ал біздің бұрынғы ата үлкен кісілер, ата әжелер болсын, әкелер болсын, балаға тәйт емес қасқабағымен, ишарамен тәрбиелеген. Ол тәрбиенің ең үлкен шыңы. Оның әр жағында тіпті телепатия тұр. Әкенің не дейтінін сен сезіп тұрасың, сен оқып тұрасың. Ал ол деген қарым-қатынастың ең жоғарғы жағдайы. Енді өкінішке қарай қазіргі жағдайда ол қоғамды біз кері қарай алып келе алмайсың. Ол қоғам 100% жақсы еді деп мақтауға да болмас, кемсітуге де болмас. Бірақ ол қоғам, ол тәрбие сол дәуірге, сол қоғамға жарады. Әркімнің өз рөлі болды. Әйелдердің де өз рөлі болды. Бәйбішенің де, тоқалдың да бәрінде рөлі болды. Бейшара болған ешқайсысы жоқ. Тіпті тоқал болып келіп, сол әулетті басқарып кеткен аналарымыз бар. Сол әулетке, сол атаға, жеті атаға ұрудың басы болып кеткен аналарымыз бар, былай айтқанда. Яғни бұл жағынан бір жақты қарап, жаңағы жалған құндылыққа бас ұрып,
өзіміз бейшара қылудың қажеті жоқ. Барлығына салқын қанды қарау керек. Сосын тәрбие деген ол жүйе, ол система. Сол жүйені орнатпайынша сөздің барлығы бос әңгіме болып қалады. Яғни бұрын бізде жетаталық деңгейде жүйе болатын болса, жетаталық деңгейдегі деген не? Оның жетатаның үш ұрпағы ғана тірі болады. Қалған 4 ұрпағы о дүниеге кетіп қалғандар ғой. Бірақ соның атының өзі, соның өнегесі, тарихы, кейпі, соның барлығы тәрбиеге бұрын материал болған. Тәрбиеге қызмет еткен. Ал қазір немере мен атаның арасында қандай қарым-қатынас бар? Ата мен әженің немеренің арасында қарым-қатынас қандай? Дәл қазіргі кезде біз қалаға кеше келген халықпыз. 20-30 жылда ғана біз қалалық халық болып отырмыз қазір. Сөйтіп тілімізден айырылып жатырмыз бір жағынан, екінші жағынан біз тәрбиелік жүйеден айырылып қалдық. Қазір ата мен әжелердің барлығы немерелердің әлдейшілері, солардың бағушылары, солардың күзетшілері, соны жұмысқа оқу мектепке апарады, балабақшаға апарады, соны тасиды. Бұрынғы Грекиядағы ежелгі педагогтар, ол құлдар деген сөз. Балдарды бағатындарды педагог деген құл деген сөз. Қазір біздің ата әжелеріміз өздерінің немерелерінің құлы. Енді ол өзінің ұрпағы үшін құл болудан тұрған ештеңе жоқ. Бірақ ол тәрбие емес та, тәрбиелеуге уақытың жоқ. Яғни қазір сондай бір қиын кезең, осындай жағдайда бір отырын тауып, тәрбиенің бір тиімді тәсілдерін ойлап, соны енгізу керек та. Ол қалай болады? Оны қоғам болып, халық болып, ғалымдар болып, зиялы қауым болып, педагогтар болып, мұғалімдер болып басқартуымыз керек. Онлайнмен сөйлесіп тұрып, болмаса жаңағыдай қарым-қатынас, сен анау арқанмен болса да ұстап тұруың керек. Немеренің, баланың саған деген сезімін. Сенен кетіп қалмау керек та. Ол енді оңай емес, дегенмен де соған жаңағыдай әйтеуір аралас-құраластықты қазір ұстау керек. Қазір бірге туған бауырлар бір-бірімен араласпайды, бала мен әке түгіл. Сондай қиын кезең. Осындай жағдайда біз өзіміздің осы бұрынғымызды, кешегімізді бүгінгіні саралап, талдап, салғастырып, сосын әкенің рөлін қалай көтереміз? Әкелердің партиясын құрғаннан, әкелердің қоғамдық қорын құрғаннан, оның қоғамдық ұйымын құрғаннан оның беделі артып кетпейді. Әкелерге әкелік рөлді қамтитын не нәрсе, қандай факторлар? Соны талдауымыз керек, соны қажетін қалпына келтіруіміз керек. Ол мемлекеттің тікелей әрбірінің соң міндеті біздің қазақ мемлекетінің. Біз Европа емеспіз ғой. Бізде әкенің рөлі басқа. Онда соны орнына келтіретіндей неге басты қатырмаймыз? Мысалға бізде жалғызбасты аналар көп, жалғызбасты әкелер одан аз емес. 70 мың жалғызбасты әке бар екен Қазақстанда. 70 мың дегеніңіз бір қаланың тұрғыны. Олар балдарын жалғыз асырап жатыр. Ал жалғызбасты аналарға жасалатын жағдай мен әкелерге жасалатын жағдай екеуі тең емес қой. Тең құқықты болса, онда осы жерін неге теңестірмейміз деген сұрақтар туындайды. Сондықтан көп нәрсеге біз басты биліктің сәйкес органдарында қатыруымыз керек. Бұл сұрақты біз алдыңғы жолы әкелер одағының төрағасымен бірге осы тақырып аясында әңгімелескенбіз. Жалғыз басты әкелердің мәселесін көтердік. Онда жалпы жалғыз басты аналар мен жалғыз басты әкелерге мемлекеттің мүмкіндігі бірдей екені айтылды. Тек ол жерде мәселе жалғыз басты әкелердің өзінде, өйткені аналар өздері көмек сұрай алады деді үкіметтен. Ал әкелер ол жерде намысы жібермейді. Мен мысалға жалғыз басты әкемін, маған көмек керек деп өздерінің мысалға намыстары жібермегендіктен олар үндері шықпай жатыр. Енді дұрыс қой, енді әйел заты ол енді жалғыз басты екендігін жаңа біздің қоғамда орнығып қалды. Жалғыз басты екендігін қазір былай айтқанда көрсетуден ұялмайды, оны былай айтқанда саудаласуға салуға ұялмайды. Ол енді қайтсын енді басқа. Ал еркектердің жағдайы басқа. Ол оп-оңай, неге біз
міндетті түрде сұрауын күтіп отырады мемлекет. Ол қандай мемлекет? Бізде қазір электрондық байланыс бар. Кімнің жалғызбасты екенінің бәрі көрініп тұр, қолда отыр. Онлайн түрінде кәдімгі жаңағы әлеуметтік министрліктің қолында тұр ғой ол. Оны неге сұратады? Бірден оның егобына барып, кабинетіне барып, жағдайды бірден автомат түрде шешіліп тұру керек қой ол. Ол үшін неге әкеден арыз жаздыру керек? Ол не қылған нәрсе ол? Егер берема мемлекет, сұратпай-ақ беру керек. Ол жерде ол дұрыс емес. Саясатты дұрыстау керек. Саясатты дұрыстау үшін саясатқа ықпал ететін азаматтар болу керек. Жаңа әкелер одағы соған қызмет ету керек. Әкелерді тәрбиелемейсің ғой сен, қоғам құрып. Оны тәрбиелеп керек жоқ. Ал жаңағыдай жағын барып депутаттармен айтып, депутат мырзалар, министрлер, мынау деген енді сұратпай-ақ, міндетті түрде жаңағы қағаз жазбай-ақ, арыз жазбай-ақ, қазір 21 ғасыр. Ол өзінен өзі бала туды ма, шешесіз қалды ма, ол өлді деген жаңағы анықтама әлеуметтік органда тұр ол. Соған міндетті түрде сол күні бірден жаңағы рәсімделу керек. Жәрдемақы болсын, басқа болсын, мысалға. Өйтіп сұратып не керек? Біз не үшін интернетті қосып отырмыз? Неліктен бәленбай қыруар цифрландыруға бөліп отырмыз? Яғни жұмысты, жүйені жасайтын мемлекет. Көрдіңіз ба? Бізде социалистік сипат керек біздің мемлекетке. Оны орнататын билік органдары, мемлекет органдары. Сол жердегі адамдар жұмыс істей ала ма, алмай ма? Болмаса жұмыс істейтін адамдарға орнын беру керек. Бұл жерде де материалдық мәселе қозғалып жатыр ғой. Жаңа өзіңіз де айттыңыз. Әкелер жұмыс істеп отбасын асыраған кезде әкенің беделі жоғары болып тұрды. Одан кейін әйелдер, аналар жұмыс істеген кезде әйелдердің беделі жоғарылады деп. Ал енді қазіргі кезде мысалға аналар да жұмыс істеп жатыр, әкелер де жұмыс істеп жатыр. Бұл осы замандағы әкенің беделі қандай болу керек? Оны материалдық құндылықпен ғана өлшейміз бе? Мысалға әкесі көп табыс тапса, ұлының беделі жоғары, я болмаса табыс таппай диванда жатса, онда әкенің беделі төмен деген сияқты. Ол бұлай, жалпы біздің қоғам 30 жыл бойы рухани, мәдени саланы жайына қалдырды. Ананың болсын, әкенің болсын, беделі, абыройы ол үйге табыс табумен өлшенбеу керек. Оның рөлі құндылықпен өлшену керек. Ұлттық құндылықпен, бізге сіңірген дәстүрлік құндылықпен өлшеніп, соны тәрбие ретінде ұрпаққа сіңіру керек. Көрдіңіз ба? Бірақ та бізде мына көп жағдай европалық көзқараспен шешілетін нәрсе кедергі. Шынтуайтына келгенде кей жағдайда ер балаларды бөлек, қыз балаларды бөлек оқытып тәрбиелеудің де жолын қарастыруымыз керек. Белгілі бір сатыда. Көрдіңіз ба? Ер бала өзінің ер екендігін, еркек екендігін сезініп, солай тәрбие алмай жатыр ғой. Ол қалай әке болады ертең? Мәселе тәрбиеден ғой. Сондықтан әкелер әке болуға дайын емес көп жағдайда. Оны қалай дайындауымыз керек? Сол сияқты аналар ана болуға дайын ба? Неге бізде ажырасу көп? Дүние жүзінде неге бірінші, екінші орында жүрміз біз? Дүние бестікте не қылып жүрміз? Біз өзіміздің құндылығымыздан, тәрбиемізден ажырап қалған халықпыз. Сондықтан әкенің рөлін қайда, ананың рөлі қайда деп сұрақ сұраудың, оны әңгіме қылудың өзі артық болып кетеді. Онда не істемек керек бізге? Бәрін анализ жасап, талдап, өзіміздің дәстүрге байлап, жаңа тәрбие жүйесін жасауымыз керек. Енді бұл орайда қараңыз. Ол жерде бала да ұту керек, әке де ана да ұту керек, тіпті мемлекет те ұту керек. Білдіңіз бе? Қазір ажырасып жатыр деген сөз, онда біздің мемлекеттің экономикасы да, өйткені жұмыс істеп жүрген сол әйелдердің көңіл күйіне, денсаулығына әсер етпей ме? Етеді. Қыруар әсер етеді ол. Біз оған қарап отқан жоқпыз ғой. Ондай мәселеге. Біз цифрды, статистиканың бәрін бәленбай астық өндірдік, бәленбай жаңағы мұнай саттық, бәленбай инвестиция кіргіздік дейміз. Ал қанша адам ажырасты, неге ажырасты, оның жолын алу жолдары болып жатыр ма бізде? Талқыланып жатыр ма? Қызыл кеңірдек болып айтысып жатырмыз ба? Жоқ. Анда-санда ғана жаңалықтардан соны
қара жаңалық ретінде жайып отырмыз, болды. Ал қандай шешімдер бар? Мен көріп отқан жоқпын мысалға. Сайлаушы ретінде. Парламентте талқыланып жатыр ма? Министрлер есеп беріп жатыр ма? Жоқ. Жоқ. Ал жаңа қоғамдық ұйымдар, соның әлеуеті бар ма, ықпалы бар ма, солардың рөлі бар ма? Олар анда-санда ғана амалсыздан бір көрініп қояды, аннан-мұнан тиын тебен жинап. Болды, басқа оның әлі де жоқ, ауқат та жоқ. Өйткені ол адамдар да уақыттың белгілі бір қоғамда бөліп жатыр. Оған да рахмет. Ондай адамдардың әкелер одағын құрып жатқанын әйтеуір. Семьяның ажырасуының басты бізде үлкен деңгейінің бірден бір себебі әкенің рөлінің нөл болып кеткендігінен ғой. Ер адамдардың нөлдігінен, ер адамдар өзінің еркек еместі, еркек бола алмай жүргендігінен, еркек қылып тәрбиелей алмай отырғандығымыздан, бізде жігіттік институт деген болған. Әр жігіт бір жанұяға әлі келетіндей кәсібі, әл-ауқаты, физикалық күші болу керек. Соның бәрін паш етуіміз керек қой. Ондай жоқ бізде. Біз өйткені қыз бен жігіт тең. Сосын жігіттер жүреді, өзіне үлкен болып толған әйелдерге үйленіп жатады. Соның төсегіне барып құлайды, бітті. Өйткені еркек болып қалыптасқан жоқ. Ал оны қашан қалыптастыруымыз керек? Бірінші сыныптан емес, тіпті 3 жастан бастап, сүндетке отырғыздан бастап еркектігін тәрбиелеу керек. Мысалға. Енді өзіңіз осы тақырыпта қозғағаннан кейін көп нәрсені мен тікелей айтамын. Себебі біздің қоғамға тікелей айтпасаң жетпейді. Оның алғашқы сатысын айтыңызшы, мысалға, жаңа еркек болу дедіңіз, жігіт болу дедіңіз. Ол қалай болады ол жерде? Еркек болып дүниеге келді, ары қарата не істейді ол жігіт? Енді не істегенде ол тәрбиені үйде де, балабақшада да, мектепте де сыналап, жайлап, байқатпай кіргізу керек. Яғни ер бала қыз баладан бөлек екендігін сезіну керек, қыз бала ер баладан бөлек екенін сезіну керек. Бірақ бөлек болғанда қандай бөлек? Соны ажырата алу керек. Оған сәйкес өзінің тәрбиесі қандай болу керек, физикалық шамасы қандай болу керек. Соның барлығы сол баланың бойына құйылу керек, сомдалу керек. Түсіндіңіз ба? Мысалға, бала кезімізде әке шешелеріміз балам сен қашан үйленесің дейді. Оның ар жағында саған қатын алып беру емес оның мәселесі. Саған міндет жүктеп тұр. Сен үйленуің керек екенсің, сен ер екенсің, сен біреуді алуың керек екен, қосағыңды табуың керек екен, бала өрбітуің керек екен дегенді бір-екі сөзбен сені жайлап икемдеп жатыр ғой. Мысалға. Бұлай қарағанда қарай бос сөз сияқты қарапайым. Бірақ солай тәрбиелеген ғой. Енді қазір заман басқа, онда мультфильм арқылы тәрбиелейік. Мысалға. Мультфильмдегі қазір неше түрін жасауға болады ғой. Қыздардың қалай екендігін бойына, бұрынғы қыздардың жүрісі кәдімгі билеп бара жатқандай бейне болған. Білесіздер ме? Оған қараған жігіттің ғашық болмауы мүмкін емес болған. Сол сияқты жігіттің сөз сөйлеуі, сөз саптауы, жүріс тұрысына жалт етіп бұрымдылар қарайтындай болған. Ол тәрбиеге байланысты. Сен олай туа алмайсың адамды физикалық жағынан. Ол тәрбие. Тәрбиең күшті болса, сенің бет жүзіңнің барлығы айтып тұрады қандай екеніңді. Солай ғой. Соны жалт еткізеді. Тіпті сенің энергияң басқа болады. Сөйтеді да, ондай рухы күшті болады да, ондай адамдардың өзіне сәйкес рухтас әйел табады. Сондай тәрбие деген, ол метафизикалық деңгейге баратын нәрсе, метафизикалық тылсым. Сондай деңгейге барған. Біздер қазір қарабайыр қылып тастадық. Бізде қазақтың тәрбиесі қазір баланы бағумен, асыраумен. Тәрбие екеуін біз ажыратпаймыз. Тәрбие деген ол сен баласы киім-кешек алып беру, квадроцикл алып беру емес, машина алып беру емес, оны тәрбиелеу. Бізде о жағы жоқ. Сосын бізде орта білім бағдарламасында тәрбие жоқ, онда деген баланың басына керек еместің барлық ақпараттарды құйып есін тандырып, құр сүлдерін қалып шығады, бітті, таңнан кешке дейін. Мысалға, мен математикпін, қызыл дипломды. Иә? Математиканы қазір ұмыттым. Жоғарғы математика маған керек болған жоқ. Әрине, мен ғалым болып, математик болса керек болар еді.
бірақ адам ретінде мен онсыз да адам болып келе жатырмын да, яғни бұл жерде тәрбие алда болу керек. Оны Әл-Фараби атамыз да айтып кетті ғой. Бізде тәрбие жоқ орта білім бағдарламасында. Онда тек білім беру ғана. Білім беру министрлігі деп аталады. Білім беру берілмейді. Білім және тәрбие министрлігі болу керек ол. Яғни біздегі жүйе мүлдем қайтадан құрылу керек та. Бүкіл жүйелер. Мысалға 3 жасқа дейінгі баланың тәрбиесі бөлек. 3-тен 7 жасқа дейінгі тәрбие. Осылай сатылап тәрбиелерді бөліп тастау керек. Әр сатыда балаға қандай дағдылар, қандай тәрбиелер дарытамыз. Пифагор теоремасын дәлелдеудің балаға қажет шамалы. Бірақ сол Пифагор теоремасын дәлелдейтін балаға логика кіргізу керек, миға сіңіру керек. Білдіңіз ба? Яғни оған бестік баға алу міндет емес. Баланың логикасын дамытатын нәрселер. Бағалау жүйесі де сондай болу керек. Бізде ондай жоқ қой. Дүниежүзі енді ғана келіп жатыр да соған. Сингапурдан алып жүрміз, аннан алып жүрміз, мыннан алып жүрміз. Әркімге жалтақтап отырмыз, бірақ біз әлі жүйелі, толыққанды тәрбие және білім жүйесін құрған жоқпыз. Қазіргі кезде біздің балаларды тәрбиелеп жүрген негізгі мынау бағытымыз бұл жапондардың тәрбиесі деп алып жатырмыз. Өйткені қазіргі заманда педагог, психологтар соған негізделеді, сүйенеді. Одан кейін кейбіреулер бар, мысалға еврейлер осылай тәрбиелеген деп соны ұстанатындар бар. Ал біздің ұлттық тәрбиеміз қайда қалады сонда? Кез келген халық, сен өзің ұлтсың ба, мемлекетсің ба өз алдыңа, өзіңе сәйкес тәрбие жүйесі болу керек. Біреуден көшіріп алу бізде, көшірме. Сен оның негізгі жүйесі қандай, қалай жасаған, неге негізделген. Енді өзімізде не бар осыны мұнан көшірмей, бірақ осындай қазақы жасайтын тәрбиенің. Оны салғастырып, талдап барып, жаңа жасау керек қой. Ондай жоқ бізде. Біз көшіруді ғана білеміз. Ол көшіргеннен кейін көшірме, калька тәрбие болмайды. Тәрбие ешқашан көшірмеден тәрбие жұқпайды, сіңбейді. Тәрбие деген ол энергетика ғой. Сондықтан біреуден сен жаңағы аккумулятордың қуатын аларсың, машинаңды жөндеуге. Адамның қуатын ала алмайсың сен одан. Тәрбиенің энергетикасы болады. Соны жаңағыдай жүйе түрінде жасауымыз керек біз. Яғни біздің қазақтың оңды тәрбиесінде қандай жақсы қазіргі заманға сәйкес ететін нәрселер бар. Соның бәрін жинап алып шығуымыз керек та, енді қазір қалай дарытамыз осыны? Қандай бізде құралдар бар? Осыған байланысты бір салт дәстүрлер айтып беріңізші, мысалға бала тәрбиесіне байланысты. Біздің салт дәстүрді, әдет ғұрыпты біз ұстанбаймыз қазір. Ешқандай ұстанбаймыз. Біз оны шоуға айналдырып көрсетеміз да, сол шоу біткеннен кейін бірден ұмытып кетеміз. Ол дәстүрімізде жоқ негізінде. Жаңағы нағашысы тақтан түсіру деген бәрі өтірік нәрселер ғой, ол болмаған нәрсе. Керек жоқ нәрсе ғой ол. Сондай өтірік атрибуттармен біз өзімізді, өмірімізді алдап, сулап, сол мәдениет жасағандай болып жатырмыз. Ол мәдениет емес, ол өтірік жасанды нәрселер. Шынайылықпен жасайық та, оған ана бала тұшыну керек. Біз бала үшін жасамаймыз. Білесіз ба? Біз ана үлкендер, ересектер үшін жасаймыз. Тойды да, сүндетті де, беташарды да, барлығын сол ата-ана үлкен кісілерге бір өтірік жаңағы театрландырған өмірге айналып баратыр біздің қазақтың өмірі. Шынайылық жоқ. Оған босқа шығындалып жатырмыз. Ол балаға тәрбие болып жатқан жоқ. Тойға барған адамдарға рахаттанып, демалып жатқан жоқ. Қызық көріп сергіп жатқан жоқ. Мен тойға өте сирек барамын. Себебі ішім пысады. Жасандылықты көріп қаламда жүрегім айнып кетеді. Сосын той жасап жүрген адамдар шаршап жүреді. Мысалға, неге шаршайсың? Өзіңе сай әдемі нәрсе жаса, шағын ғана. Болды. Өзгенің өсегі, сенің ғайбаттағаның керегіне, сен өзің үшін өмір сүріп жатсың. Тойды жалпы, қандай тойды да, бұрын кімдерге жасаған? Жеті атаға кіретін ағайындарға жасаған. Ағайындар өзара жасайды, болды. Қазіргідей класстастарға, сұлужақтарға, жұмыстастарға жаңағыдай. Олар да қиналып сосын ақша жинап жатады. Керегіне оның барлығы. Біз өзімізді өзіміз қинап өмір сүріп жатқан қалыппыз. Арасында баламыз қалып жатыр тәрбиесіз. Ажырасу көбейіп жатыр. Доғару керек оның барлығын. Керегі жоқ. Өтірік дәстүрлер. Беташар деген бір 10 минуттық шаруа.
Біз жарты сағат 40 минут бойы жұрттан ақша жинау үшін өтірік беташар жасаймыз. Сондықтан өтірік тәрбие бізде. Сондықтан әкенің рөлі қайда болады? Әкенің рөлі болмайды сондықтан. Егер ана тойды жасауға нағашысы ақша келіп жатса, әйел жинап жатса, әкеде рөл болмайды онда. Ондай тойдың керегі не? Ал сол жерде әке отырса, керек жоқ жігіттер, қыздар, ағайыным, бұндай тойдың. Жай ғана осылай жасаймыз, біздің шаруамыз осы, менің табысым жоқ, бәріңе рахмет, болды. Тек мен баламды дұрыстап тәрбиелейін. Баланы 15 жасқа дейін ғана тәрбиелейсің. Әрі қарай тәрбие керек жоқ. Бітті. Өтірік оқытып, жоғарғы университетке, шетелге апарып, босқа шаршап, керек жоқ. Бала өзі жолын тапсын. Дені сау қылып, негізгі тәрбиенің базасын, негізгі алып жүретін өзінің миын дамытуға бәрін күш сал, физикалық денесіне, ол 15 жас жарайды. Одан кейін сен тәрбиелемейсің. 16 жастан кейін сен балаң тыңдамайды да. Қазір 15 түгіл, 10 жасар, 13 жасар балалар тыңдамайды әке-шешесін. Негізінде баламен жақсы қарым-қатынастың ең жақсы несі біріккен бір шаралар ғой. Бірігіп концертке бару, бірігіп спортқа бару. Яғни сен ақыл айтып керек жоқ, оған өнегеңді көрсету керек, басқа жол жоқ тәрбиенің. Бұрын біздің қазақтың негізгі несі осы. Мысалға, анау Қаһар Ілияс Есенберлиннің көшпенділерінде хан баласын қалай сол кездегі қоғамға сәйкес тәрбиелейді да, пышақты былай неге көміп қояды да құмға. Ана жерден жүгіріп келесінде мынаған жатасың дейді. Сонда баласы ойланбастан анау кеткен бойдан алып тастайды, құмды нетіп қояды, ұшын шығарған болып жаңа өтірік. Келіп ана бала жата қалады. Сонда ана баланың сол заманға сәйкес тәрбиесін көрсетіп отыр да, қалай тәрбиелеген. Жігердің, қорықпайтындығын, қайсарлығын, ерлігін, батырлығын қайда жұмсаса да барып тұр да, ол алмас қылыш болып тәрбиеленіп тұр да ол бала. Ондай деңгейде әкенің өзі де болу керек қой. Сондықтан біз қазір қоғамда жалпы әкелер тәрбиесінде ыңғайсыз, әкелерді қалыптастыру жүйесін ойластыруымыз керек. Соған мүмкіндік жасау керек әкелерге. Ол үшін 15 жасқа дейінгі бала еркек болып қалыптасу керек. Соған көңіл бөлу керек. Қарапайым атқа міну, атқа шабу, жаңағы аударыспақ мінез қалыптастырады ғой енді. Жалпы ол адамды еркек әйелде бөлудің өзі дұрыс емес негізі. Тәрбие бәріне ортақ қой енді. Бірақ енді ер балаға өзіне сәйкес тәрбие, қыз балаға өзіне сәйкес бейім керек. Мысалы, кесте тоқу. Кесте тоқу, мысалы, қыз балаларды сабырлыққа ғана тәрбиелемейді. Ол өзімен өзі болуға тәрбиелейді. Кесте тоққанда адам ойланып отырады. Немесе етікші бірдеңені қағуға оны еткенде, гаражға апарып, балаңды ертіп барып, бірге бірдеңені шұқылап отырсаң, одан ештеңе шықпайды, бірақ ана процестің өзі адам тәрбиелейді. Бізде осындай қарапайым тәрбие жоқ. Неге мысалға жапондар соның барлығын 12 жасқа дейін жасайды? Бізге көп нәрсе керек жоқ. Жапонияға барып, содан қарап, біз сол жақын қалыппыз ғой. Енді өзіміздің детальдарды, өзіміздің материалдарды қосып шығаруға болады. Сондықтан бұл жерде әңгіме төменде емес. Екеуміз төмендегі халықпыз ғой, қарапайым. Жоғарыдан басталу керек. Әке деген не, кім, ана деген кім, оның рөлдері қайда, оны қалай қалыптастырамыз деген мәселені қоғам болып бас қатыруымыз керек. Кешегі анау өзінің әйелін өлтіретін жігіттер, ол тек қана еркектерге байланысты нәрсе емес қой. Біздің қоғамдағы жағдай соған келіп тіреліп отыр. Соған біз әлемге соны әшкерелеп, өзіміздің бейшаралығымызды әшкере қылып отырмыз. Әуел үңілуіміз керек та оған. Ол деген сотқа бармайтын нәрсе, мысалы, былай қарағанда.
Енді сондай жағдайға тірелдік, сол ғасырдың несі шығар, оның үстіне біз өте бала секілді таза қалыппыз. Бірден көшіріп аламыз көп нәрсені. Сөйтіп өз болмысымыздан тыс басқа жасанды болмысқа кетіп қалып жатырмыз. Көрдіңіз бе? Біз өте пәк халықпыз. Бұндай бала халықты бала сияқты ұстамаса болмайды. Мысалы, отырықшы халықтар, олар өзін-өзі тоқтата біледі. Қазіргі дәуір негізінде ол отырықшы халықтың ыңғайына икемделген өмір. Сияқты далада еркін, емін-еркін табиғатпен жүріп, жаңағы тазалық, әділдік деп жүрген халық емес, олар қулық, сұмдықпен өмір сүруге тура келеді. Бізге енді қазір келді, нағыз қулық, сұмдық бізден шығып жатыр. Өйткені біз ғасырлар бойы демалған қалыппыз ғой. Енді соның есесін шығарып жатырмыз. Сондықтан біз есіміз жинауымыз керек. Есіміз жинап, дінді барлығын қарап, саралап, бізге дейін ата-бабамыз бәрін жасап кетті. Діннің қандай дінді барлығын. Соны қалпына келтіріп дұрыстап ұстауымыз керек. Әркімнің соңынан ере бермей. Әйтпесе нағыз қарақшы халық шығады бізден. Өте қиын болады біздің халық. Өйткені өте талантты халықпыз біз. Талантты адамды тәрбиелесең, оң тәрбиелесең оңға, солға кетеді. Теріс қарай. Екеуінен де шебер шығады да. Қазір біздің балалардың қандай спорттың қай түріне салсаң да жарып шығып отқан жоқ па? Шахматта деген ұлда, қызда кетіп жатыр алға. Бұндай деген біздің мына жеті-аталық жүйе, біздің қанның тазалығы, бұл тәрбиенің шыңы. Біз адамзатқа ұстаз болатын халықпыз. Адамзат бізден үйрену керек. Тазалықты, әкенің орнын, шешенің орнын, әділдікті, үйлесім тәрбиесін бізден үйрену керек еді. Қарапайым ғана отбасыдан бастайықшы. Мысалға, баласы, анасы, әкесі бар отбасы, қазіргі қалалық өмірде қандай тәрбиені ұстану керек? Мысалға, жаңағыдай кесте тігу дегенді үйрете алмайды, өйткені жұмысбастылық қазір, уақыт жоқ, уақыт тапшы, тіпті өзінің баласын жаңағы айтқандай ата-әжесіне тапсырып, балабақшаға апаруға, мектебіне апаруға уақыт таппай жатыр. Осындай отбасыларда жаңағы аударыспақ деген сияқты ойындарды қойып қояйық, қаланың өміріне сәйкестендіріп, не істеуге болады? Енді Назерке былай ғой, мәселе ол ұлттық спорт, ұлттық ойынды ойнамауда емес. Әрине қазір өмір өте күрделі. Таңнан кешке дейін келеді, сосын құлайды әке-шешесі, бірақ мемлекет осыны реттейтін, осыны кәдімгі ғылымға беріп зерттету керек. Сосын ғалымдар соның шешімін бәрін мыналай бұлай жасауымыз керек деп ғалымдар айтады. Біздің ел ғылымды менсінбейтін ел. Көрінген адам ғалым болып кеткен ел. Өтірік. Оны доғару керек. Шын академиксің ба? Біздің мемлекетке керекті әкелер жолын, аналар жолын, балалар тәрбиесін жасайық бірігіп. Институт құрайық. Неге аяймыз ақшаны? Мәселе ол күніге бір 10-15 минут асық ойнасаң да үйде отырып. Кел, ермекіл ойнайық, бірдеңе ойнайық. Болмаса, дауыстап бір-бірімізге кітап оқыту, сондай насихаттау керек та. Бізге әкелер жылы сияқты бір үлкен шаралар керек та. Жаңағыда институт құрып, институттар шешімін айту керек, бұлай жасау керек. Аптасына бір рет мынадай болу керек, күніне бір рет мынадай болу керек. Мысалға, мемлекеттік қызметтегілер жұмыстан 9-да босайды. Демек, мемлекеттің өзі қанап отыр ғой қызметшілерді. Ондай жағдайда қалай әке болады, қалай шеше болады? Міне, осының барлығын норманы қалпына келтіруіміз керек. Олай қалай біз қалпына келтіре бастасақ, өзінен өзі қалғанның барлығы рецепт айтпай-ақ, мен рецепт сұрап отырсың ғой, не істеу керек, ондай мен айта алмаймын. Ол деген жүйе, қалай жоғарыдан өзі дұрыс шешімдер қабылданады, халықтың өзі өз орнына әр нәрсені өзі қоя қояды. Әркім өз орнына тұра қалады. Миллиардтан астам, 1,5 миллиард бар Қытайдың сен тәрбиесін қарашы.
Соның бәрін кім тәрбиелеп отыр? Ешкім тәрбиелеп отқан жоқ. Жай ғана жағдай жасап, әркімнің өзіне ойлануына, өзінің жұмыс істеуіне, дәстүрге қарауына мүмкіндік берсе болды. Басқа көп нәрсе керек жоқ. Шырылдап жүр бізде де азаматтар. Қаншама кітапты жазып, ұлттық академияны не үшін ақша бөліп қайтадан құрып отырмыз? Жұмыс істесін солар бастыға тұрсын. Профессорлар грантты бөлу керек. Міне солар айтады рецептіні. Мен жоқ жерден келіп айта салғанмен ұят болады ғой ол. Менің өзімнің енді әкелік нем өзіме жетер, жетпес. Ол істеп жатырмын. Ол жұрттың бәріне жарамайды ғой. Оны ғылыми түрде кәдімгі негіздеп, дәйектеп, бірнеше тапқа бөліп, жасқа бөліп, мына жастағы әке не істеу керек, мына жастағы әке не істеу керек, мына аталар не істей алады, аналар, әжелер не істей алады дегендей, мысалға. Сонда дұрыс болады. Жаңа айтып отырсыз ғой, жеті атаны қазір зерттеп жүрмін деп, бізде ата бабамыздан қалған мұра деп қазір сөйлейміз. Кейбіреулер шынымен де рухани мұраны айтады, кейбіреулер заттай материалдық мұраны айтады. Біреулер қамшы, әкеден қалған мынауымыз етік, шекпен, шапан деп жатады. Ал қазіргі таңда негізі әкеден, аталардан не мұра болып қалу керек? Енді оны әкеден, атадан не мұра болып қалу керегін әр әке өзі шешу керек. Өзінше. Мысалға, менің Ерғали атамнан бір кішкентай темір балға қалған мынадай. Кішкентай ғана. Ол өзі колхоздың ұстасы болған, өзі шебергісі болған. Соғысқа қатысқан. Сол жаңа кішкентай балғаны, темір балғаны. Мен білмеймін, бала кезімнен жаңағын сақтап осы. Ең кенженімізді қазір соған бердім. Мысалы, әкемнен мынадай қобдиы бар. Ішінде жаңа құрал сайманы бар. Қойшы болса да бірдеңелерді істетіп отыратын. Содан үйреніп мен жаңағы анама үлкен тай қазанға қақпақ жасап берген, армияға кетерде. Мысалға сондай нәрсені мен енді бір өзіме үйге музей жасағым келеді да. Мүмкін болса. Енді қолымнан келмей жатыр. Ол музей болса, немерелеріне жаңағы жиендерді апарып көрсетіп, мына жерге суретін қойып, мынау бүйтеді, мынау атаң, мынау бәленің деп жаңағы шамалы сондай нәрсе болу керек та. Әркім, әр жанұя өзіне құндылықтар жинап, соны қалыптастырып, соны балаға тәрбие қылып бере алатындай бірдеңелер ойластыруымыз керек. Болмаса үйде бестемше деген бар, тоғызқұмалақ ойындары бар, мысалға. Соларды түсіндіріп ойнатып, мен мысалға екеуіне де ертегі жаздым. Енді соны таратып, нетейін десем, мен мысалға былай ютубқа салдым, айттым, бүйттім, мемлекеттен ешқандай ештеңе жоқ оған. Неге грант бөлмейді сондайларға? Мысалы, неге мультфильм жасамаймыз сондайлардан? Көп нәрсе бар адамдарда. Жүр, не істерін білмей жүр. Күні кешегі Оян қазақты түсірген жігіт шетелге кетіп қалды қазір. Нағыз әке болатын жігіттер ғой, сол әкелер ғой. Ондай рухпен, ондай сауатпен қалай әке болмасқа? Әке ғой олар. Сондай әкелерді неге қадірлемейміз? Әкелер жылы қайда, әкелер күні қайда, әкелер мерекесі қайда. Сондықтан әке дегенде бір жақты ер адамдарды қарай алмайсыз. Айналасының барлығын, бүкіл біздің тәрбиелік жүйені қарайсыз. Біздің өзіміздің рухани жүйемізді қарап барып жасауымыз керек. Әйтпесе бізде қыруар мұра бар. Жәдігер өте көп. Материалдық емес деген. Өте көп. Тіпті соны дұрыстап жазып, ЮНЕСКО-ға бере алмай жүрміз біз қазір. Кез келген адам кіріп кетіп, ананы мынаны жазып, ол дұрыс болмай, сөйтіп жатқан жағдайлар бар. Соны ұйымдастыратын кім? Бүгінгі Өзбек Жәнібековтер, бүгінгі Ильяс Омаровтар, бүгінгі Темірбек Жүргеновтер, қайда олар? Шықсын көз алдыға. Сонда әкелер өзінен өз қалыптасады. Көрдіңіз ба? Яғни біздің қоғамға үлгі боларлық қайраткерлер көз алда тұру керек. Қарапайым тәрбие, үлгі боларлық. Мысалы, бір емес 3 космонавт бар бізде. Солардың тұлғасы қайда? Соларды неге халыққа, балаға көрсетпейміз? Солар туралы неге фильм шығармаймыз? Солар неге сөйлетпейміз?
Солар неге үлгі тұтқызбаймыз? Қандай ақындар бар бізде? Қандай батырлар бар? Тіпті батыр балалар қаншама бізде? Бәленбай этаждан балаларды аман алып қалып жатқан. Оларға жаңағы материалдық сауда жасаймыз. Пәтер алып беру, ол тәрбие емес. Неге біз ерлікті сауда қылып жібереміз? Не деген бейшаралық? Оның құны қалмайды. Ерлікті ол пәтер алу үшін жасаған жоқ қой. Берсең оған берді деп айтпау керек. Керек жоқ оны. Оны насихаттамау керек. Ерлік деген рухани құндылық. Түсініңіз бе? Оны саудаға айналдырмау керек. Қазір бізде көрінген адам лотерея ойнатып, халықтың барлығын оңай олжаға тәрбиелеп жатыр. Солай ғой? Инстаграмды ашып қалсаң, күнде бір лотерея ойнап жатқан. Мыңдаған адамнан ақша жинап алады да, бір адамға пәтер беріп, бір адамға машина береді да, қалғанын өзі сыпырып алады. Сосын соған кәдімгі біздің қазақ үйреніп қалды. Өмірін лотереяға айналдырып жіберді. Ол тәрбиенің кері кеткендігінің белгісі. Біздің әкенің абыройы мен беделі де сондай лотерея. Кездейсоқ. Әкелік рөл. Әкелік рөл бізде кездейсоқ. Тұрақты әкенің рөлі жоқ болып тұр. Кино қайда бізде әкенің? Ардақты әкенің бір орта статистикалық қазақтың әкесінің рөлі. Солар жасау керек қой. Соған конкурс жариялау керек. Міне сонда шығады. Шешімдер өзі сонда шығады. Көрдіңіз бе? Одан кейін мынандай мәселе шығады ғой. Мысалға, бізде бір жалпы халықтық, бір ұлттық сондай тұлға жоқ та. Бар тұлғаларды әр өңір болсын өзіне бөліп алады, әр рулар бөліп алады. Мысалға, бір ақын шықса бір жақтан тек сол өңірдің ақыны немесе сол рудың ақыны болып кетеді. Назерке, бұл енді мына әке тақырыбына келмейді, бірақ айтайын, қозғалған өте жақсы тақырып. Біз қазіргі жағдайда қазақ халқы, қазақстандық халықтар бір ұлт болып қалыптаса алмай жатырмыз. Бір ұлт деген ол азаматтық қоғам. Ондай жағдайда жаңағы ана өңірдің ана өңір мына руға татиды, қарайды, мынау тайпа мына өңірдікі деген болмас еді. Бізде бір тұтас саясат керек та, азаматтық қоғам орнататындай. Сонда бізде тек қазақтар емес, қазақ еместердің өздерін қазақ қылып жариялайды. Біріміз жатырқамайтын боламыз. Біздің жатырқайтын себебіміз біз бірыңғай ұлт болып қалыптаса алмай жатырмыз. Сол бірыңғай ұлт болуға қалыптасатындай бізде қоғамдық бір реформа болу керек. Біз қазір қазақпыз дегенмен үлкен тайпалар бұрын басқа бөлек халықтар болған. Бірақ бізді тарих бір тұтас қазақ қылып қалыптастырды ғой. Көрдіңіз бе? Енді қазір жаңа дәуір келген кезде біздің бұрынғы қазақтығымыз жарамай жатыр. Біз тайпа ұрудан сетінеп жатырмыз. Қазір молаға таласып жатырмыз. Білесіз бе? Ана молаға барып батыр деп өтірік біреудің бәленбай батыр деп ана құлыптастың жазуларын өзгертіп, өтірік оқып, өтірік кітап шығарып, сондай бейшара болып жатқан себебіміз ол бізде жалпы мынадай қазақ деген, Қазақстан деген бір аяулы, бір біздің кеңістігіміз, өміріміздің бір сондай тәтті, жақсы, әділ, шынайы болатын бір үлгілері болмай жатыр. Оңтүстіктің бір жігіті мен солтүстіктің қызы екеуі қосылып отбасын құратын болса, әркім өз жағын айтады. Біздің жақта бұлай тәрбие, не болмаса мына салт бұлай деген сияқты. Сонда бір салт дәстүрдің болсын, бір тәрбиенің болсын, бір ортағы жоқ болып тұр ғой. Назерке, ол уақытша ғой. Бізді Совет одағы біздің нағыз қазақы болмысымыздан ажыратты. Сосын қазақ бұрын бірыңғай болған. Бізде диалекті болмаған. Білдіңіз бе? Бізді локализацияға ұшыратты, жергіліктендірді. Міне наймандарды мына жерге, алшындарды мына жерге, аналарды, қоңыраттарды мына жерге, дулаттар анау, мынау.
көрдіңіз ба? Сосын мына жерге шешендерді әкелді, немістерді әкелді. Сол ала-құла қылды да біріне бір айдап салып, ол ана жаққа жақсы. Көрдіңіз ба? Ол бір авторитарлық қоғамда бірыңғай ұлт қалыптаспайды. Ешқашан қалыптастыра алмайды. Бар мәселе осында. Сіздің өзіңіздің әкеңізден алған тәрбиеңіз туралы, одан қандай кеңес алғаныңызды, ол кеңесті осы өзіңіздің өміріңізде қалай қолдана алдыңыз, әлі қолданып жүрсіз бе? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Менің енді әкем қарапайым шопан болды. 4-ақ класс оқу болды. Өзі аштық жылдарында 2 жасар ма, 3 жасар бала болған. 30 жылғы. 2 жасар, 3 жасар ғой, 32-33-тегі аштық кезінде тап болғанда. Сонда айтатын еді, ана шегіртке бар ғой, шегіртке қаптап тұрады дейді. Сол аузымды ашып тұрамын дейді, аузыма түскен шегірткені шайнап жіберемін дейді. Енді аш қой. Содан аман қалған адам ғой, содан біз тарап отырмыз ғой. Енді ол кісіден маған адалдық, өте адал кісі болды. Сосын өмірге, айналасына өте жіті, кем-кетікке шыдамайтын кісі болды. Өзі шопан бола жүріп, 25 жыл депутат болды. Ауылдық кеңестің депутаты болды. Сонда бүкіл мана мәселелердің бәрін көтеріп, ауылға жол салуды, электр тоғын жүргізуді, құдық, скважина қаздыруды, соның бәрін көтеріп, соны жүретін. Сол жағы маған сіңді. Шыдай алмаймын мен. Содан маған қайраткерлік жағы сіңді да. Қарапайым кісі, ол компартияға кірді, кірген жоқ коммунистік партияға. Қызық жері. Сауатсыз болса да. Неге кірмегенін мен таңғаламын бірақ. Соны сұрамаппын. Бірақ депутат болып халыққа қызмет етті. Бұлай ақыл айтқан жоқ ештеңе. Ақыл айтқан жоқ. Мен енді өте жақсы оқыдым. Соған қарап, енді сен онсыз да ақылдысың ғой дейді да. Бірақ жаңа еңбек қорлығына қазір ойлаймын да, кейде тіпті қолды бір жылтып қойшы болып кеткім келеді да. Мысалы. Өйткені ондай адалдық, ондай қарапайымдылық, ердің қайраты, қажыры, беделі, абыройы сондай шығар. Көпке дейін жалғыз ұл болдым да, сосын бір жағынан еркелеп өстік. Енді әкенің рөлі жаңағыдай. Сол кісіге анандай еңбегіне кір келтірмейтіндей, ренжімейтіндей тырыстық, сабақты жақсы оқуға жаңағы. Сыйластық та. Бір сондай сауатты сыйластық деп айта алмаймын енді. Бірақ сондай бір жіпсіз сыйластық. Сондай қалыптасып қалғанда, ана кісінің қас-қабағына ренжітпей соған қарау. Сол сіңді маған. Қазір енді осы баламмен арамда бар, байқаймын. Енді ол кейде тәрбие дегеннің өзі кейде бір қанмен беріле ме, әлде бір жаңағы аурамен беріле ме, сондай болады. Жалпы солай болады семьяда. Ол үшін сол жанұяда сондай орнауы керек та. Сонда өзінен өзі кетеді. Соншалықты жаңағыдай не қылмай-ақ. Бірақ сол үшін біздің елде амандық, тыныштық пен бейбітшілікпен қатар бір жақсы жанды, шынайы бір адамдардың арасында, халықтың арасында қарым-қатынас болу керек. Біздің халық онсыз да ешкімді жатырқамайтын, ешкімге қиянат жасамайтын халық. Бұндай халықты дүниежүзіне біріккен ұлттар ұйымы үлгі қылатын халық қой. Білдіңіз бе? Біздің бір ғана Димаш арқылы қазақтың кім екенін танып жатыр ғой адамзат баласы. Мысалы. Сол біздің әдейі бір қазан көжеден дұзуын білу үшін бір қасығын дәмін татсам болды ғой. Мен Димашқа қарап қазақты таниды. Димаш қазақтың толыққанды тұлғасы. Қарапайымдылығы, таланты, ұлтжандылығы, отаншылдығы, әке-шешеге құрметі, міне осы тәрбие. Осындай тәрбие барлық қазаққа жұғысты болса, бізді ешкім ала алмайды да. Бізді құртқан мынау материалдық игілікке деген құлшыныс. Оны үлкен кісілер бастап кетті да, сол бізге өнеге болып кетті. Мына
америкалық арман деген бар ғой, ол америкалық өздеріне жұғысты, өздеріне ол жарасымды, бізге келмейді. Баюға ұмтылу деген. Біз онсыз да бай халықпыз. Бізге сол өз орнымызды, өз қадірімізді, өз төрімізді дұрыстауымыз керек болды. Бізге Алла тағала бәрін беріп қойған да. Жердің астында байлық, үстінде қазақ деген байлық. Қазақ деген байлық астындағы байлықтан 10 есе артық. Осыны біз түсінуіміз керек та, осыны дәріптейтін әсіресе ер адамдар өзіне міндет алу керек. Бір ұл бір қызым бар деп айттыңыз. Оларға қандай әкесіз? Тікелей жаңағыдай ақыл айтпайды демеймін енді. Бірақ кей кезде түзету жағын былай қылу керек, былай қылсаңдаршы деген әңгімені айтам. Енді бәрі екеуі де қалыптасып қалды. Екеуі де өз қызымда, екеуінде жанұясы бар. Оларға көп араласпаймын. Олар қиналған кезде жаңағыдай бірге қиналып нетем, көмектесуге ұмтылып. Бұлай көп араласпаймын. Сосын енді бірақ араласпаймын деген сөз бетімен кетеді деген сөз емес қой. Олардың ауанын, жағдайын бақылап отырасың да, қалай деп. Бірақ жер бетіне келген адам қалай болғанда да, ол сенікі емес, ең әуелі ол өз алдына бөлек жеке тұлға. Өзіне мүмкіндік беру керек та, өзінің мәселесін өзі шешуіне. Егер ол өзі келіп жатса, онда енді барыңды салуың керек. Бірақ дегенмен де алдында олар қанша дегенмен жас, сенің тәжірибең олардың өміріне бір жағымды әсер ететіндей жағдайды салып тұру керек. Айтатын айтып тұру керек. Иә. Бірақ әркім өзінше туылады, өзінше қалыптасады. Зорлап түзетем деген ол болмайды бәрібір. Мысалы, ол жағына көп күш салмаймын. Шүкір, 2 балам енді аз болса да сол сапалы балалар. Ол енді әркімде әртүрлі болады өмірлік тәжірибе. Кейбір әкелер өзінің программасымен балаларын сүйреп жүреді. Ол да дұрыс. Кейбір сол кісілерге әркімнің үйдің, әр әулеттің өзінің бір үлгісі болады, өзінің программасы болады. Ол басқаларға жарамайды. Мысалға, басқаларға үлгі етуге келмейді. Өйткені әркімнің өз жолы бар. Әр әулеттің өз жолы, өзінің қауқары, өз әулеті бар. Әр әулеттің өз миссиясы бар. Орта буын, аға буын әке ретінде жас әкелерге не айтасыз? Ақыл айтпаймын деп жатсыз ғой, сонда да бір-екі ауыз айтатыныңыз бар ма? Жалпы әкелердің барлығына біз қатты ойлануымыз керек деп айтам. Жаңа әкелер одағы құрылса, бір үлкен бір әкелер корпусын құрып, мемлекетке, билікке әсер етіп, мына елдегі әкелердің абыройы мен беделіне, олардың рөлінің, миссиясының өз орнында болуына, қалыптасуына бір үлес қосайық. Біреу айтып үлес қосар, біреу істеп, біреу ақшасын салып дегендей, осылай бір өзіміз мына белсендірек болайық. Жігіттерге, жалпы ерлерге, еркектерге белсендірек болайық деген келеді да. Ол әке болсын, болашақ әке болсын, қазіргі ата болсын. Қазіргі аталар енді көбірек мынау бата жаттайық. Бата беруді қолға алайық. Бата берсеңіз, онда бізден кейінгі ұрпақтар қанша дегенмен біздің форматтан шықпайды. Сыйлайды. Бата бере алмай отырсаңыз, онда шашырап кетеміз. Көп рахмет. Серік мырза келіп, ой бөлісіп, кеңес беріп, өзіңіздің көрген білгеніңізбен бөліскеніңіз үшін, бізге арнай уақыт бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Өте үлкен тақырып. Құрметті көрермен, осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Егер осы шығарылымнан ой түйіп, өзіңіздің ойға жиып алар тұшымды дүниеңіз болса, пікір қалдырып, лайк басып, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар.